Кейін үй тапсырмасын қорытындылап, сұрақтарды қамтып өтейік. Жақсы, келе қойыңыз мына топтан. Келе қой. Баланың ақбас қозыға деген қамқорлығынан жалпы адамзаттық қандай құндылықтар көрінеді? Баланың ақбас қозыға қамқорлығынан біз адамзаттың табиғатқа деген махаббатын көреміз. Жақсы, рахмет. Келесі. Кім жағы? Бейсен Айдарға қандай кеңестер берді? Бейсен Айдарға: Айдар, сен де өсесің, бірақ қоз сияқты бір-екі айда өспейсің. Сенің өсетінің ай жыл сайын сенің туған күнің болады деді. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біз үй тапсырмасын жақсы меңгердік деп ойлаймыз. Жақсы, ендеше балалар, біздер мұғалім сыйына ағаш шеккен қария әңгімесін алып келді. Соны мұқият отырып тыңдаймыз. Жақсы ма? Бір елдің патшасы вәзірлерімен бірге жер аралап шығады. Жолда бір елді мекеннің маңынан өтіп бара жатып, ағаш отырғызып жатқан бір қарияны көреді. Патша қарияға ат басын бұрып, онымен амандасады. Ассалаумағалейкум, қария. Уағалейкумассалам, балам. Іске сәл. Көп жаса қарағым. Байқаймын, біраз жасқа да жетіп қалыпсыз. Соған қарамастан ағаш отырғызып жатқаныңызға таң қалып тұрғаным, осы ағаштардың жемісін жей алар ма екенсіз дейді. Сонда қария: отырғызған ағашының жемісін жеу шарт емес. Бізде ата-бабаларымыз еккен ағаштардың жемісін жеп жатырмыз ғой. Келер ұрпақ үшін егіп жатырмын дейді. Бұл жауапқа риза болған патша нөкерлеріне қарияға бір кесе алтын беріңдер деп бұйырады. Сонда қария: көрдіңдер ме, мен еккен ағаш қазірден бастап өз жемісін бере бастады дейді. Бұл жауапты патшаға да нөкерлеріне тағы бір кесе алтын беруін бұйырады. Мұны көрген қария жымиды. Жақсы, ендеше балалар, постерімізді қорғап болса, бір топ ортаға шығып қорғай қояйық. Қай топ айтамыз? Тезірек. Жақсы. Табиғаттың арқасында адам өмір сүре алады. Табиғат біздің тіршілік етуіміз үшін су, ауа, жел, күн арқылы тіршілік бар. Тағы. Тіршілік, табиғат, тіршіліктің көзі. Табиғат өте... Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.